Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін үй жағдайында өте оңай және өте тез дайын болатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ұн, қант, айран, жұмыртқа, сұйық май және қопсытқыш керек болады. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамызды жарып салып алатын боламыз. Сонан соң үстіне қантымызды салып, жақсылап көпіргенше миксерлейтін боламыз. Массамыз осындай болғанда үстіне сұйық майымызды құйып, одан соң айранымызды құйып миксерлейміз. Кейін електен өткізілген ұнымызға какао және қопсытқышты қосып, екі бөліп қосатын боламыз. Миксерді тез қоспаймыз, кішкене араластырып, кейін қосамыз. Достар, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып, мені қолдап отырыңыздар. Міндетті түрде басқа да рецепттермен бөлісетін боламын. Массамыз дайын болды, осындай қоюлықта болу керек. Енді табамызға пергаментный бумага төсеп, массамызды құйып аламыз. Құйып, тегіс қылып жайып аламыз. Менде уже духовка қосылып тұр. 160-170 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Пісіп шықты, енді айналасын тегіс етіп кесіп алатын боламыз. Айналасында кесіп алған корыштарды бетіне пайдаланатын боламыз. Блендердан өткізіп кесіп алдық. Менде торттан қалған крем, осылай бетіне жағып алдым. Сіздер қаласаңыздар пирогқа сүт немесе басқа да сок, сұйықты құюларыңызға болады, влажный болып тұру үшін. Менде пирог влажный, сол үшін сразу крем пайдаландым. Үстінен кружкаларымызды себетін боламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамы үйдегі бар заттардан дайын болатын өте оңай және дәмді пирог. Пирогымыз дайын болды, өте әдемі және дәмді. Менімен бірге видеоның соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.